Қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір Әділхан. Бүгін рассольник сорпасын дайындайтын боламыз. Қазақша каналды қолдап тіркеле отырыңыздар. Қазанымызға сүйек пен етті салып қайнатамыз. 1 сағат көлемінде қайнатып қоюымыз керек. Енді зажарка дайындаймыз. Ол үшін кішкене ғана жуамен сәбізді қуырып, соны сорпаға салуымыз керек. Сорпаға осындай зажарка дайындап, ішіне помидор, сәбіз, жуаны қуырып салатын болсаңыздар, тамағыңыз өте дәмді болады. Міне зажаркамызды қостық. Енді осы кезде тұзымызды, бұршымызды салып, тағы қалаған дәмдеуіштеріңіз болса қосып жіберсеңіз болады. Сорпамызды бір араластырып, содан соң қақпағын жауып, етіміз піскенше қайнатып қоямыз. Сорпамыз біраз қайнаған соң картошканы аршып, осылай турап, сосын қазанымызға салып, етпен бірге қайнатамыз. Содан соң картошка шамалы піскеннен соң күрішімізді салып, барлығын бірге қайнатамыз. Енді біз рассольниктің ең негізгі қоспасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тұздалған қияр, помидор керек болады, және кішкене ғана жуа қосып, барлығын қуыратын боламыз. Дәмі тіл үйіретін сорпаны жегенде, жемегенде арманда. Сондықтан жасап көріңіздер. Жасалуы да оңай. Ешқандай қиыншылығы жоқ, көп уақытты да алмайды. Сковородкамызды қыздырып, үстіне 2-3 қасық май құйып, соны қыздыратын боламыз. Кішкене жуа салып қуырамыз. Жуамыз сарғайған соң үстіне тұздалған қиярымыз бен помидорымыз салатын боламыз. Міне біздің сорпамыз қайнап жатыр. Біздің сорпамыз қайнап болды. Енді күрішіміз салатын боламыз. Күрішпен бірге қайнатамыз. Барлығын араластырып, қақпағын жаймен отта жауып қоямыз.
Міне біздің жуамыз да қуырылып жатыр. Енді осының үстіне тұздалған қиярымыз бен помидорымыз салып, кішкене ғана қуырып, үстіне тұздалған қиярдың суынан құятын боламыз. Осы уақытта қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен тек қара бұрыш, қызыл бұрыштан қостым. Тұздалған қиярдың суын қосқан соң, жай отта қайнататын боламыз. Міне біздің сорпамыз да қайнап жатыр. Міне бізде сорпамыз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Өкінбейсіздер, менің каналымды қолдап, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Үлкен рахмет.